О, нағашы. О, жиен. Қалайсыз? Ай, қайда жүрсің? Амансыз ба? Құдайға шүкір, қайда жүрсің? Ауылға? Сіздерге келе жатырмын. Болмай ма? Әрине болады. Бірақ мынау айтылады не қылсың? Такси деген толып жатқан жоқ па? Уайымдамаңыз. Аллахтың қалауымен өзіңе жолығатып сездім. Уайымдамаңыз. Жарайды. Амансыздар ма? Шүкір. Еш аманшылыққа. Шешен қалай, тәуір ме? Өткенде ауырып қалды деп естіп едім. Шүкір, жақсы бәрі. Уайымдама. Баста бір дәурен тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған, қайтып бір мойын. Ой, нағашы, не тыңдап отырсың? Одан да Құран тыңдамайсың ба? Жасың болса бір талайға келдің. Исламға келетін жасқа келдің ғой? Мұңайма, көңілім мұңайма, тыныштан енді Öp. Мына қыз әдемі екен. Бойдақ па? Ал бойдақ. Оны қайтайын деп едің. Енді таныстырсаң, Аллахтың қалауымен қатын қылып алайын дегенім ғой? Сенің қатын бар емес пе? Иә, болған. Талақ беріп жібердім. Қайырсыз қатын болды. Былтырда біреуін сөйткенсің. Тағы не болды? Ой, ол ұзақ әңгіме. Ұзақ әңгіме. Біреудің қыз саған асыран дейді деп едің. Керек кезінде шақырып, керек емесінде қоя бересің. Ой, нағашы. Бірге тұрмағасын білмейсің ғой енді. Жарайды. Ана үйге кіре бер. Енді дүкенге барып келем. Ал жиен, шай ішейік. Қазір кет піседі. Аш жейміз. Ет халал ма? Мен не саған? Өлек сенің етін береді деймісің? Шариғатқа сай сойылған малдың еті ме дегенім ғой? Ренжіме, нағашы. Жалпы мұсылманның дастарханында отырып, халал ма, аррам ба деудің өзі ұят нәрсе. Онда мен адал ма, адал емес пе екенін қайдан білем? Білмей-ақ қой. Үй иесі мұсылман деп таныдың ба? Болды. Бісмілләңді айтты, жей бер. Отыр. Шариғатты айтқанда керімсіңдер. Осындай қарапайым әдептен жұрдайсыңдар. Неге? Ал жиен, мен білсем сен жай келген жоқсың. Солай ма? Келмесем, келмедің дейсің, келсем жақтырмайсың. Ja, болды, шаруаңды айт. Не, ақша керек па? Иә. Бір 50-60 мыңдай керек көп тұрады. Оны қайтпексің? Бір бизнес ашам ба деп едім. 50-60 мыңның ішіне сыйып кететіндей, ол не қылған бизнес? Ой, көп қой. Уайымдама, бәрін қайтарып берем, нағашы. Өткендегі алғанда да бәрін қосып қайтарып берем. Шығысы су тасқынынан зардап шегуде. Сонымен қатар кейбір аймақтарда қар жауды. Нағашы, осы қорада мен қойларым қалды ма? Өзіңе аталған қойлардың бәрін алып тауысқан жоқсың ба? Одан да көбейген жақсы еді. Нағашы, осы телевизорды көрмей-ақ қойсам болмай ма? Не? Жаңалық көрмейміз бе сонда? Бұның харам екенін білесің ғой сен?
Көзің харамнан басқа ештеңе көрмейтін болған екен. Қарама, харам болса. Енді барды бар деп айту керек қой. Нағаш жүр, одан да мен саған намаз оқып үйретейін. Сен маған мынаны айтшы. Осы мына сенің намазың саған не берді, а? Не берді? Жүрсің болса мынау. Шешеңе қараспайсың. Не жұмысың жоқ? Қойныңа қатын тұрғызбай. Бір емес екі қатынды бірінен соң бірін қаңғыттың. Енді міне тағы біреуін алғың келеді. Өз қолың өз аузыңа жетпей жүргенде қатын сенің не тең? Онымен қоймай, маған намаз үйреткің келеді. Осы сен менен жеңгем қайда деді, неге сұрамайсың? Енді жұмысқа кеткен болар. Жұмысқа кетсе, келетін уақыты болған жоқ па? Отыр. Мына сүйекті алып мүжей бер, сен сыбаған. Не? Харам ба? Ой, сен бүйтіп мұсылман болмай-ақ қой. Жеңгең сенің шешеңе кетті. Қай жағдайын білуге. Басын көтермей жатқанына шүкім бол. Ішетін дәрілерде таусылған. Сен соны білесің бе? Алдымен ниетіңді дұрыста. Сосын намазыңды дұрыста. Себебі Анкабут сүресінің 45-ші аятында айтылғандай, егерде намазың жамандықтан тыймаса, онда сенің намазыңда қателік бар деген сөз. Мына ақшаға шешеңе керек жарағын алып бер. Кейін қайтармай-ақ қой. Тұрақты жұмыстап. Сенделіп бош жүрме. Жарай ма? Жарайды. Бірақ мына ақшаңды алмайым. Енді ешкімнен ештеңе сұрамай, бәрін өзім табамын, иншалла. Рахмет, нағашы. Мен жүрейін. Тоқта. Анаңа қарайлас. Жанында бол. Ананың разығын алмай, бірде-бір сының берекесі болмайды. Соны түсін. Жолың болсын.